Баршаңызға сәлем достар, сіздермен бірге Майра Сауытбекқызы. Бүгінгі видеода жапон асханасынан моти или мочи деп аталатын дәмді десерттің рецептісімен бөлісетін боламын. Өте дәмді болып шыққан, мен алғаш рет жеген кезде өте керемет болып тұрды. Неке ортасын қараңыздар, керемет болып шыққан. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен сүт, су, май, құмшекер және де күріш ұны қажет болады. Күріш ұнының міндетті түрде клейкевая деген жабысқақ түрін таңдаңыздар. Қарапайым күріш крахмалы болмайды. Бізге жабысқақ түрі қажет болады. Енді достар, таза табағымызды аламыз. Таза табақтың ішіне суымызды құямыз. Оның үстіне сүтімізді құямыз. Және де сұйық майымызды үстіне құмшекерімізді салып араластырып, енді біздің күріш ұнын салатын боламыз. Неке барлығын бірден сала салып араластыратын боламыз. Ал енді сіздер егерде бірақ түстен жасайтын болсаңыздар, осы кезде қоса беріңіздер. Мен екі түсті болған қалап, екіге бөліп алдым тестамды. Енді біреусін розовый, біреусін жасыл қылғым кеп тұр. Неке осындай осындай влажный краситель болатын болса, осылай қосып, кішкенеден ғана араластырамыз. Егер сізде құрғақ болса, шым-шым пышақтың ұшымен ғана салатын боласыздар. Неке екеуіне салып тұрып араластырып алдым. Және де бүгінгі видеода достар, егер сіздерде микроволновка болмаған жағдайда басқаша қалай осы жасауға болады деген секілді мен шешімін көрсететін боламын. Міндетті түрде видеоның соңына дейін қараңыздар. Ең бірінші түрін достар, пищевая пленкамен осылай орап, жан-жағын барын бекітіп, бетін біздің пышағымыздың көмегімен тесіктер жасайтын боламыз. Және де микроволновкаға 5 минутқа салып аламыз. Мінекей дайын болғанын осы крахмалымыздың үстіне қоятын боламыз. Мінекей осындай болып шықты микроволновкадан. Енді екінші түрін қайнап тұрған осындай кішкене ғана суымыздың үстіне табағымызбен бірге қойып, осылай араластыратын боламыз. Яғни осылай пісіп шығатын болады. Мінекей жан-жағын барлығы пісіп келе жатыр. Міне дәл осылай видеода көрсетілгенде араластырып отырып пісіріп аламыз достар. Осындай жабысқақ дайын болған кезде крахмалымыздың үстіне осылай түсіріп бөліктерге бөліп алатын боламыз. Крахмалмен міндетті түрде жайыңыздар, сол кезде сіздердің осы тесталарыңыз қолға жабыспайтын болады. Ал енді ортасына салатын салмасын дайындаймыз. Фук кетіп мандарин мен кивиның қабығын шеріп, мешочекке осындай творожный сырымызды салып аламыз. Және де киви мен мандаринді осындай бөліктерге бөліп турап шығатын боламыз. Кез келген бөлікке бөліп турасаңыздар болады, домалақ етіп турасаңыздар да болады. Мінекей мандаринді домалақ етіп турағаннан кейін ортасындағы дәнектерін алып тастаңыздар. Мінекей барлығын осылай дайындап алдық. Енді оқтауымызбен жайып, осы біздің крахмалдан қажет болады. Яғни оқтауымызға жабыспас үшін мінекей осындай кішкене ғана қатты жұқая емес, қалың емес қылып жаямыз. Сол кезде
өте керемет болып шығады. Неге жайып алғаннан кейін достар, ортасына салатын салмасын дайындаймыз. Осылай творожный сырымызды ортасына қосамыз. Және де осы творожный сырдың үстіне мен розовыйға ішіне салмасына мандаринді қолдандым, ал жасыл түріне кивиді қолдандым. Сондықтан да солай жасасаңыздар да болады. Болмаса ортасына кез келген клубника, малина салсаңыздар да розовыйдың ішіне өте әдемі көрінеді достар. Енді жан жағына осы бетіне кішкене творожный сыр қосып жіберсеңіздер де болады. Және де жан жағын жабыстыру үшін кішкене сумен сулап шығамыз жан жағын. Неге қатты жабысқақ болу үшін судың көмегі қажет болады. Осылай жан жағына жеткізіп, барлығын сулағаннан кейін осылай біріктіретін боламыз. Доп-домалақ болатындай осылай қолымыздың көмегімен қысып отырып біріктіретін боламыз. Мінекей астына осындай кекстің салғышын қойдым. Осылай әдемі көрініп тұр. Енді барлығын жайып, дәл осылай видеодағыдай жасап шығамыз достар. Мінекей достар, біздің мочиіміз дайын болды. Сондай әдемі көрінеді, дастарханның көркін ашады. Дәмі сондай керемет достар, міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Және де достар, холодильникке жіберіп, осылай қатқанша ұстайтын боламыз. 30 минутқа холодильникке қойсаңыздар жеткілікті. Сондай керемет болып шыққан, біздің отбасымызға өте қатты ұнады. Осындай өте керемет созылғыш болып келетін болады. Міндетті түрде жасап көруге кеңес беремін. Неге ортасын кесіп көрсетемін қазір. Менен қандай да бір рецепт күтсеңіздер, достар, комментарийге жаза кетіңіздермен міндетті түрде оқитын боламын. Және де мен арнамнан басқа да көптеген рецепттерді көре аласыздар. Қараңыздаршы достар, ортасын кескен кезде де өте әдемі көрінеді. Ауыздай рет сіздермен болған Майра Сотбекқызы.